Қайырлы күн достар, бүгін шоколадты глазурлы печеньенің рецептпен бөлісемін. Қантқа ұнымызды сеуіп аламыз, жақсылап араластырып, үстіне жылытылған сүт құямыз. Жақсылап араластырып, бөлме температурасына дейін салқындатамыз. Үстіне өсімдік майын құямыз, тұз себеміз және жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырамыз. Келесі какао ұнтағы мен ұн, қопсытқыш және соданы сеуіп, жақсылап араластырамыз. Видеоның астында рецепт көрсетілген, сол бойынша ұн сеуіп отырасыздар. Венчикпен араластыруға ыңғайсыз болса, онда қасықпен араластыра берулеріңізге болады. Тестамыз қоюланып келеді. Теста осындай жабысқақ және өз формасын сақтағанша дайындаймыз. Және де үстел үстіне ұн сеуіп, тестамызды жайып аламыз. Ұндарыңыз көп болып кетпесін, және керек формаларға бөліп аламыз, және де формаға салып, 180 градусқа қыздырылған пеште 10 минут ұстаймыз. Келесі глазурымызды жасаймыз. Ол үшін ұнтақталған қантқа, яғни 120 грамм, соған жұмыртқаның ағын саласыздар. Екеуін жақсылап миксермен араластырасыздар. Үстіне лимон сығынысын құясыздар. 1-2 қасық және печеньелеріңізге 1-2 сағат немесе 1 күнге кептіріп қоясыздар. Астарыңыз дәмді болсын.